Мен Құлахметов Қария Рыскелдіұлы 1962 жылы 31 мартта Қоңырауындағы ескі больницада дүниеге келдім. 2013 жылға дейін сол Қоңырауында туып, өсіп, сол жерде тұрдым. Енді өзім жайлы айтатын болсам, 1969 жылы мектеп қабырғасын аттап, 1977 жылы 8 жылдық мектеп бітіріп, Көксу ауыл шаруашылық техникумына оқуға түсіп, 81 жылы Көксу ауыл шаруашылық техникумын тамамдап, көктемде март айында ауылға келіп, онда колхоз бастығы Дәуешев Жангелді ағамыздың қол астына агроном семьялық болып жұмысқа орналастым. Сонымен кейін көктем кезі содан колхозда агроном, главный агроном ауырып больницада жатқандықтан мені сол күзге дейін сол жерде агроном қызметін, семеновод қызметін атқарып, күзде отанымызды қорғау Совет армиясына шақыртумен 2 жылға кеттім. 1983 жылы күзде 2 жыл азаматтық борышымды өтеп қайтып келген соң осы Илиш колхозына қайтадан өз орныма Семеновод агрономдық жұмысты жалғастырып, 85 жылдары 3 бригада, колхоздың 3 бригадасынан 2 бригадасынан бөліп, астық бригадасын жеке шығарды. Сонда учетчик болып барып, кейінде сол бригаданың бригадирі болып 92 жылға дейін бригадир қызметін атқардым. Одан 92 жылдан 2006 жылға дейін сол Илиш колхозының бас агрономы болып қызмет еттім. Осы еңбек, азды көпті еңбек жолында жұмыста бригада бөлінген кезде шынжыр табан трактордегі ыңғай, осы колхоздың айтаман үлкен механизатордар болды. Атап айтсақ, сол кездегі Ленин орденінің кавалері Қабиден аға Смайылов, содан кейін механизатор, комбайнер Қайырбеков Ораз, сол кісілермен жұмәжіліп құралда сондай үлкен кісілермен жұмыс жасап, сол кісілермен жақсы қызмет атқардық. Семья құрып, Көбелекова Мейісхан Сихынбайқызына мен семья құрдық. Мен Мейісхан Сихынбайқызы 16 жасымнан ерте еңбекке араластым. Себебі мен 6 жасымда мектепке барып, 16 жасымда 10 жылдықты бітіріп, 16 жасымда Алажиде станциясында, Алажиде 8 жылдық мектебіне аға пионер-вожатый болып жұмысқа орналастым. 2 жыл еңбек етіп, 81-84 жыл аралығында Панфилов педагогикалық училищесіне оқуға түсіп, соны қызыл дипломмен тамамдап шықтым. Содан өзімнің туған ауылыма қайта келіп, өзімнің еңбек жолымды жас ұрпақты тәрбиелеу, саналы білім, сапалы білім, саналы тәрбие беру мақсатында жұмысымды ары қарай өз ауылымдағы орта мектепте жалғастырдым. Мен сол 1993 жылы Қария деген азаматпен отбасын құрып, сол Қоңыр ауылына келін болып түстім. Жаңағы Қарияның шаңырағында атамыздың мені өте жақсы қарсы алды.
енем өте мейірімді, жақсы адам болды. Ол кісінің жасы мен түскен кезде 69 жаста екен. Өзімнің шешемдей көрдім. Ол кісі де мені қызындай көріп, сондай ауылға сыйлы, отбасына сыйлы, жақсы келін болдым деп ойлаймын. Енді біз жаңағы 3 бала тәрбиелеп өсірді қазіргі уақытта. Отбасымызда бір ұл, 2 қызымыз бар. Қазіргі таңда балаларымыз аяқтанып, олар өз отбастарын құрып, қазіргі кезде елі үшін еңбек етіп жатыр. Ұлдан бір немере, қыздардан 3 жиен немере тәрбиелеп отырмыз. Жағдайымыз бар. Содан осы мына Ағешкі ауылына, қазіргі Ағешкі ауылына, Зерна совхоз ауылына сол Беделбай Жопының балалары қолмен канал қазып, суды сол ауылдарға қазірге дейін бар, суды шығарған сол Беделбай Жопының балалары болады. Сол Беделбай Жопыдан тарап, біз міне Құлахмет атамыздың үлкен баласы Қожахмет 1937 жылы халық жауы деп атылып кетті аталарымыз. Одан кейінгі баласы Құлахметов Қожағұл, ол кезде сол кездері каторгаға айдалып, Беломор канал несінде жұмыс жасап, сонда 20 жылға сотталып, сояқта болып, содан келді. Әке шешеміз ертеректе байдың балалары деп көп қуғын сүргін көріп, содан кейінде мына Ұзынбұлақ ауылында қоныс теуіп, сол жерде тұрыпты әкеміз. Ол кезде мына 7 колхоздың бірі Ұзынбұлақ колхозы, сондағы бастық болған кісі Бәйділда деген ақсақал екен. Сол кезде сонда жұмыс жасап, әкем Құлахметов Бірскелді 1916 жылы дүниеге келген. Сол соғыс жылдары, соғыс алғашқы фин соғысына барып, содан денсаулығына байланысты ояқтан тұруды армияға жіберген екен. Сол тұруды армияда болып, содан ауылға кеп, осы Ұзынбұлақ ауылында тұрып еңбекке араласып, МТС-те учетчик қызметін атқарыпты. Содан 1959 жылы Қоңыр ауылына кеп үй салып, сол Қоңыр ауылына кеп қоныстанды. Шешеміз 1924 жылы дүниеге келген. Құлахметова Нұрғайша Махетқызы, бұл өзі негізінен Семей облысы Баршатас ауданында дүниеге келген екен. Содан кейінге көшіп, Талдықорған қаласында тұрып, әкеме 1942 жылы әкеме екеуі семья құрып, содан отбасымызда 9 бала. Ал енді мен өзім Найман руы, жаңағы Бұқабай атамыздың ұрпақтарынан боламын. Әкем Көбелекұлы Сихымбай 1895 жылы дүниеге келген екен. Ол кісі жаңағы бәйбішесі қайтыс болғаннан кейін менің анамды мен қосылған екен. Ата-анам көптеген қиыншылықтарды сол қиын қыстау заманда бастарынан өткерген тарихқа қарасақ,
Енді әкеміз жаңағы қуғын сүргін кезінде халық жауы деп Беломор каналды қуғын сүргін кезінде айдалған ғой. Сол кезде жаңағы Беломор каналды салған екен. Соны салып жатқан кезде жаңағы сол кездегі еліміздің басшысы Сталин жолдас келіп жаңағы сұрастырған екен, бұл каналды салған кімдер деп. Сонда халық жаулары салып жатыр десе, бұндай каналды салған ол ешқандай да халық жаулары емес деп, біраз адамдарды, сол каналда жұмыс істеп жүрген адамдарды босатып жіберген екен. Содан әкеміз атақты жылқышы болған. Негізінен ол кісіні барлық адамдар Қоңыр ауылында атақты жылқышы болған. Ол кісі белді үлкен адамдармен жаңағы жолдас болған екен. Нұрмолда Алдабергенов атамызбен, жаңағы Ғали Орманов атамыз жаңағы жайлауға келіп, қымызын ішіп, сол кісілермен таза ауада, табиғатта балаларын алып келіп демалып жатып, сондай аралас құраластары болған екен. Ғали Ормановтың баласы бір ауыз қазақша білмейтін деп отырады. Шешем соған, әкем жаңағыдай өзінің ақылын айтып, ол болмайды, қазақ тілін үйрену керек деп, сондай жағдайлар болған екен. Енді әкем осындай еңбегінің арқасында жаңағы Компартияның Москва қаласындағы Хрущев басқарып тұрған кезде 20-шы партсъездің делегаты болған екен. Ол жөнінде тәтем, Сайра тәтем, сол кісі айтып берген болатын оны. Атам өте сондай мейірбан, көпшіл, жаны ашығыш, жаны жайсаң, сондай адам болған дейді. Бауырлары жаңағы Наурызбай атамыз, Балтабай аталар Қытайдан келген кезінде осы Қырғызстанға жаңағы атам барып ол кісілерді қарсы алып, оларға көмектесіп, үй жайының болуына көмектесіп, қол ұшын беріп, барлығын жұмысқа орналастырып, сондай қамқорлық жасаған деп айтып отырады. Атамыз сондай керемет жақсы кісі болған деп. Ол енді Сайра тәтемнің естелігінен. Бастап, мына егістік алқаптарды өлшеп, жаңағы алғашқы поялардың несін саған осы әкемдер екен. Саржымен өлшеп жүріп, гектарларын шығарып, осы еңбек еткен. Содан 1963 жылы дүниеден қайтты ол кісі. Енді осы Қоңыр ауылына жоғарыда айтып кеткендей 93 жылы келін болып түсіп, 2013 жылға дейін осы ауылда тұрдық. Осы кезде жолдасым жаңағы колхозда маман болғандықтан ауылдың үлкен адамдармен көп араластық. Орденнің кавалері Қабиден аға, Исмаилов, механизатор, комбайнер Қайырбеков Ораз, Жұмаділов Құралда. Ол кісілерден біздің алған тәлім тәрбием, үлгі өнегем көп болды. Сол кісілердің жаңағы жақсы жолдарын, жақсы тәлім тәрбиесін өз өмірлерімізде қолдандық деп ойлаймын. Енді ол кісілерді атап кетсек, Тұрсан ағам, Майра Ахметовна жеңгем, Қапан ағам, Ғалия жеңгем, Исағали аға бізде мектепте директор қызметін атқарды. Ардақ тәтем, Түтінбай бауырым, ол кісінің жолдасы Ардагүл жеңгеміз, Науқанбай атам, Шолпан Макажанна, Камел аға, Сайлаugүл тәтемен бір мектепте еңбек еттік. Ол кісі Кореяны жақсы көріп, осы оқушым, келінім деп, сондай жандары жайсан, осындай адамдармен араласып, өмір жолында Берік, Сәуле аға тәтелеріміз сияқты осындай кісілермен араласып, өзіміздің қарым-қатынаста болғанымызға өзімді бақытты санаймын.